Ассалаумағалейкум қазақ елі. 1 қазан 24 жылы қарттар күні болып бекітілген. Осы мерекеге орай Қазақстанның барлық қарттарын, қарияларын, апаларын осы мерекемен құттықтаймын. Оларға зор денсаулық, таусылмас бақыт тілеймін. Ауырмасын, немерелерінің, шөберелерінің қызығын көріп жүре берсін. Атам қазақ айтады, әкесіз өмір қара түнек, әке деген екінші жүрек. Өмірдің мәнін үйреткен әкенің орны бір бөлек. Анаңды сыйлағын тірісінде, онсыз алға баспайды бір ісіңде. Бесігіңді тербеткен кірпі келмей, ұйқың тыныш болсын деп түн ішінде. Анамызды, атамызды қадірлейік, сыйлайық оларды. Айналайын қарттарым, қарияларым, жаттың жаласынан сақтасын, ағайынның наласынан сақтасын, қарауыз әйелдің өсегінен сақтасын, кенеттен келер кеселден сақтасын. Түндерің тыныш болсын, үйлеріңе ырыс толсын, келіндерің есті болсын, ұлдарың сесті болсын, балдарың қуаныш әкелсін, немерелерің жұбаныш әкелсін, отырған жерлерің төр болсын, дастархандарың мол болсын, қатарларың көп болсын, қайғы қасіреттерің жоқ болсын. Жастардың өлімін көрмеңдер, зұлымдардың жазасын көрмеңдер. Ауылдарыңда бірлік болсын, бірлік болсын, тірлік болсын. Алла сендерді қолдасын, қақ тағалам қорғасын, мерекелерің құтты болсын. Аумин. Аллаху акбар.